Біз көбінесе өзімізде бар нәрселерге үйреніп, олардың қадірін білмей жатамыз. Тек жоқ кезде ғана бағалай бастаймыз. Ата-анамыздың қамқорлығы, дастарханымыздағы нан, жай ғана рахмет айту мүмкіндігі. Осылардың барлығы бізге берілген үлкен сый. Ал сіз соңғы рет қашан шын жүректен алғыс айттыңыз? Өмірде бәріне разы болып, шынайы ризашылық білдірудің қаншалықты маңызды екенін ойлап көрдіңіз бе? Бүгін біз өмірдегі ең құнды қасиеттердің бірі алғыс айту жайлы сөйлесеміз. Әкенің ұлына деген хаты бүгін 2-ші бөлім. Бізбен болғандарыңызға рахмет достар. Сондықтан біздің бағдарламадан алыстамаңыздар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, хатты ары қарай жалғастырайық. Алғыс. Ұлым, сен кеткеніне көп уақыт болмаса да, мен сені сағындым. Жанымда жоқтығына үйрене алмай жүрмін. Сенің алыста жүргеніңді ойласам, көңілім жай таппайды. Осы сәттерде хат жазудың қаншалықты маңызды екенін түсінемін. Бұл менің сағынысқа толы жүрегімді сенің жүрегіңмен байланыстырып тұрғандай. Есіңде ме? Анаң сені емтиханға қалай шығарып салғаның? Ол ескі, бірақ таза орамалға үйден пісірген нан мен 2 стакан мейіз салып берген еді. Біз саған жолға одан да көп тағам бергіміз келген еді. Бірақ зейнетақыға дейін азығымыз аз қалған еді. Сен менің сөмкем онсыз да ауыр деп едің. Енді міне, жаңа өнім жиналды. Біз сенің жерлестерің арқылы саған жаңа бидайдан пісірілген ауылдың дәмді нанын жібереміз. Біз оны таза матамен орап, жұмсақ, хош иісті қытырлақ күйінде саған жеткіземіз. Сол сәлемдемен бірге осы хатты да жіберемін. Оқы, нанды жеп отырып осы сөздерді жүрегіңе түй. Ұлым, нанды қасиетті деп біл. Ол сен үшін өмір бойы қасиетті болсын. Кім екеніңді, қайдан шыққаныңды ұмытпа. Нан табу оңай емес. Сабақ оқып жүргенде біреулер сенің наныңды табу үшін еңбек етіп жүргенін ұмытпа. Сенің де болашағың жарқын болу үшін олар тер төгуде. Жаратқан ие сені де, бізді де қамқорлығынан қалдырмайды. Әрбір күніңді өмір сыйлаған иеге шүкір етуің баста. Біліміңді аяқтаған соңда осыны ұмытпа. Неге мен мұны саған жазып отырмын? Балам, оқу оңай емес. Аш қарынға білім алу тіптен қиын. Ақшасыз көп нәрсеге қол жеткізу мүмкін емес. Кейде азық түліксіз қалуыңды мүмкін. Кейде сенің алдыңда биік толқындардай қиындықтар үйіліп, жолың жабылғандай көріну мүмкін. Бірақ қандай жағдай болмасын, алғыс айтуды ұмытпа балам. Кез келген жағдайда алғыс сезіммен қабылдай біл. Сонда ғана сен күнделікті нананың қаншалықты қасиетті екенін түсінесің. Бірақ одан да маңыздысы, адамның тек нанмен ғана өмір сүрмейтінін ұғу. Мен сенің әрдайым шүкір жетің адам болғаныңды қалаймын. Өйткені бұл үлкен жетістік. Алғыстың қандай пайдасы бар екенін айтып берейін. Өміріңде болған жақсылықтардың барлығына алғыс білдіруді әдетке айналдыр. Күн сайын кешке ұйықтар алдында сол күнгі жақсы оқиғаларды еске түсіріп, жаратқан иеге шүкіршілік ет. Егер қазіргілеріне ризашылық білдірсең, болашақта одан да көп жақсылық көресің. Алғыс жай ғана сезім емес. Бұл ойдан туындайтын эмоция. Егер адам алғыс айту қажет деп санамаса, онда ол ешқашан ризашылықты сезінбейді. Алғыс айту дәл қазір. Осы сәтте бақытты болуың жолы. Өзіңді ризашылыққа тәрбиеле. Әрдайым рахмет деуге дағдылан. Тек өзіңді ғана ойлаудан бас тарт. Өзің ғана ойлайтын адам ешқашан алғыс білдіре алмайды. Жақындарына ризашылық білдіруден ұялма. Бұл сенің жүрегіңді кеңейтеді. Қиын жағдайға тап болған адамдарға көмектесу сенің өз игілігің үшін алғыс айтуының көрінісі.
Адамдар әрдайым өздеріне жақсылық жасаған, ризашылығы мол жанға тартылады. Ұстаздарына алғыс айтуды ұмытпа. Нағыз жақсы шәкірт білімін, жан дүниесінің байлығын бөлісіп жатқан ұстазына әрдайым ризашылық білдіретін шәкірт. Біреулер жаңа көлік ала алмай қиналады, ал біреудің аяғы да жоқ. Біреуге тонның жүні сирек болып көрінеді, ал біреудің табағындағы сорпасы тым сұйық. Біреулер жақындарын түсінбейді деп шағымданады, ал біреу жетім болып өскен. Тағы да бір нәрсе сұрамас бұрын, қазір барына шүкір ет. Реніш емес, ең бірінші алғыс басым болсын. Таңертең оянғанда о жаратқан, мен тірі ояндым, бақыттымын деп айт. Кешкі ұйықтар алдында, бүгінгі күнім үшін ризамын деп айт. Өйткені өмір бізге берілген ең үлкен сый. Мен оған өмірім үшін, еңбегім үшін, сені берген үшін шүкір етемін. Сені сағынған әкең. Мінекей достар, осындай керемет тақырыптан тақырыпқа, осындай керемет хаттарды алып, қандай қуанышқа ие болуға мүмкіншілік. Бізбен болғандарыңызға рахмет достар. Бағалы уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін рахмет. Осы секілді тақырыптар сіздерге ұнап жатса, пікірлеріңізді жазыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, және де ұнаған белгілерді белгілеп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Осы тақырыптарды жақындарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер, бұл бізге үлкен үлес болады. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар достар. Құдай сіздерге жар болсын.